Балалық дегенмен Ахмет патша билігінің езгісін жастайынан көріп өсті. 13-ке толған кезде Оязға қарсылық танытқан үшін әкесі Байтұрсын мен әкесінің інісі Ақтас айдалып кетеді. Биліктің күшіне біліммен қарсы тұрам деп бекінсе керек, бала Ахметтің бар ойы оқуға ауады. Ахмет бала кезінен зерек болған адам, оқуға ұмтылған. Өйткені мына Торғайдағы басқыштық мектепті бітірісімен 7 класс қой, 2 басқыш деген. 7 классты бітірісіменен Орынборға оқуға кетеді. Ол кезде Ахметтің әкесі айдаудан жаңа келіп жатыр. Тұрмыс күйзелген, 18 жыл Иркутскіде жүріп келген. Тұрмыс күйленген кезде Ахметтің әрғай оқитын мүмкіншілігі жоқ. Солай бола тұрса да оны талабы, ынтасы ілгері сілтеп Орынборға оқуға барған. Орынборда білім алғаннан кейін Ахаң бірнеше облыста оқытушы болып, қазақ балаларын оқытты. Алайда Ахмет Байтұрсынұлы тек ағартушы емес, ұлт үшін күрескен тұлға ретінде де тарихта қалған. 1905 жылғы Қарқаралы Құзыр хатын жазған үшін қудалауға түсіп, патша үкіметі Қазақстаннан басқа қалада тұруды ұсынған. Сол уақытта Байтұрсынұлының Орынборды таңдауы тегін емес еді. Өйткені ол жерде жүріп қазақ газеті арқылы алаш жұртынан бағыт-бағдар берген болатын. Қазаққа 5 жыл бойы 18 жылға шейін, 18 жылдың 6 қыркүйегінде жабылды. Міне 5 жыл бойы қазаққа рух шашқан, руханиятты көтерген, ұлттық рухты көтерген басылымды дүниеге келтірді. Екіншіден, Орынборда революциялық комитет құрылды, Совет үкіметі құрылған кезде. Сонда сол революциялық комитеттің орынбасары болды Ағаң Бесковский. Білдіңіз бе? Бүкіл нәрсені атқарды. Қазақстанның Қазақстан болып қалуы, Қазақстанның шекарасының айқындалуы, мынау біздің Шелябіден бері Қаратайғы жерді алуымыз, мына Қостанай өңірінің бәрі. Осының мынау Түркістанның Қазақстанға қол. Осы жолдың бәрінде Ахаңның ұлы істері бар. Иә, Атыраудан Алтайға дейін деп айтып жүрген байтақ жеріміз Ахмет Байтұрсынұлы, Әлімхан Ермеков сынды өр тұлғалардың табандылығының арқасында бізге жетті. Патша билігінің қудалауында болған Ахаң көп ұзамай жаңа құрылған кеңес үкіметінің де қырына ілігеді. Тағы да қазақ халқының қамын ойлаған үшін. Кеңестік билік орнағанда қазақ халқына байланысты ол биліктің бағдарламасы жоқ болатын қолында. Мына халықтың өмірін қайтсе өзгертеміз, қайтсе өзгерту дұрыс болады деген іргелі ұстанымы жоқ болады. Ал ұстанымы жоқ болса, сен қалай басқарасың бұл халықты? Байтұрсынов айтты, Ленин жолдан қатында айтты. Қазақ халқының ұлттық мүдде үшін күресіп келе жатқан зиялылары бар деді. Сол қазақ зиялыларына сеніңіздер деді. Қазақстанды басқару соғыларға беріңіздер деді. Ол зиялылар, қазақ зиялылары, олардың адасуы мүмкін, жаңылысуы мүмкін, бірақ еш уақытта ұлтының мүддесін сатпайды. Қызыл қырғын қылышынан да қорықпай, ұлттық мүддені сатпай өтті. Үзеңгілесі болған Міржақып Дулатұлының Ахмет Байтұрсынұлының арқасында санасыз түрде болмаса да, шын мәнінде орыстана және татарлана бастаған қазақ зиялыларының бір тобы дереу есін жиып, өз ағаттықтарын түсіне бастады деген естелігі Ахаңның азаттық жолындағы күрескерлігін, қайраткерлігін аша түскендей. Дұрыс тұлға келбетін аша білген, өмірдегі осы тарихтағы орнын саралап қойып берген жазушы Әбіш Кекілбаев деп айтар едім. Ол кісі айтады, Ахметке дейін де болды дейді. Ахмет Әл-Фарабиді болмаса жаңағы Ахметке дейін болған Аристотельдің ілімін білмеді емес білді ғой дейді. Ахмет өзінің туған жерден шыққан Ыбырайдың шәкірті болды ғой дейді. Алдын көрмесе де соның ұстанымында сол салған мектепте оқыды. Бірақ Ыбырай жасай алмаған, Абай қолы жеткізе алмаған көсемдікке, мына ұлтты соңына ертуге Ахметтің қолы жетті. Ахметтің де даралығы дейді. Өзгелерге қарағанда қазақ деген жұрттың, қазақ деген атын кері қайтарумен қатар соңынан көшін ерте білді деп береді. Алда күнді көре білетін ұрпақ келеді. Сол күнді көретін ұрпақ сендерді еске алатын болады. Бізді ризашылықпен, үлкен құрметпен еске алатын болады. Өкінбеңдер, күрес жолына түскендеріңе өкінбеңдер. Бұл Әлихан Бөкейханның түрмеде жатқан кезінде Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлына жазған хаты. Неткен көрегендік десеңші.
биылдан бастап Қазақстан халқы тілдерінің күні Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне сәйкес 5 қыркүйек болып бекітілуде бүгінгі ұрпақтың құрметі, көрегендігі болса керек.